Сәлем достар, iHeart'тан қалай заказ береміз, қалай бақылап отырамыз, қандай промокодпен заказ береміз, осының барлығын осы видеода толық көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен телефоныңыз Android немесе iPhone болса, егер Android болған жағдайда Google Play'дан, яғни Play Market'тен жүктеп аламыз iHeart сайтын. Жоғарғы жаққа iHeart деп іздейміз. Іздеген кезде бізде осындай жасыл iHeart деген жазумен программа тұрды. Осыны жүктеп алатын боламыз. Установить етеміз. Осыны толық жүктелгенін күтеміз. Ал егер сіздерде iPhone болса, App Store'дан толық жүктеп алсаңыз болады. Бұл бізде өздеріңіз білесіздер, iHeart деген американский сайт. Бұл жерде көптеген витаминдерді, тағы басқа өнімдерді заказ беруге болады. Егер сіз қандай да бір жерде тұрсаңыз, Қазақстанда немесе Өзбекстанда, тағы басқа жерлерде тұратын болсаңыз, онлайн заказ беруге болады. Қазір толық жүктелгенін күтетін боламыз. Бізде толық жүктелді. Енді ашу батырмасын басамыз. Осылай шығады бізде. Енді осы жерден разрешить етеміз. X дегенді бассақ болады. Окей. Достар, біз енді iHeart сайтына кірген кезде бізде осындай бет ашылады. Осы жерден төменгі жағындағы главное деп бөлім тұр ғой. Соның оң жақ шетіне қарасаңыздар, аккаунт деген бөлім тұрады. Осы жерге өтсек, войти создать аккаунт деген батырма шығады. Соны басқан кезде сіздер егер бұрын соңды тіркелген болсаңыздар, номерлеріңізді жазып, ары қарай кіріп кетуге болады. Немесе Google арқылы және Facebook арқылы да кіруге болады. Мен сіздерге қазір Google арқылы кіруді көрсетейін. Алдыңғы видеомда қалай телефон номер жазу арқылы кіруге болатынын көрсеткен болатын. Енді Google арқылы көрсетейін. Енді аккаунтты таңдаймыз. Таңдаған соң сіз сразу осылай ашылып кетеді. Бұл ең оңай кірудің тәсілі. Бұлай ашқан кезде көрдіңіздер ме, бізде сразу кіріп тұр. Ал енді выйти деп жаңадан ашып көрсетейін. Осы жер басамыз, телефон номерімізді жазамыз. Продолжить батырмасын басамыз. Осы жерден мына жерге создать пароль дегенге новыйдан пароль ойлап табамыз. Бұл жерде парольде бір үлкен сан, үлкен әріп және кіші әріп, сонымен қатар бір символдар болу керек. Егер сізде пароль ойлап тапқан пароліңіз дұрыс келсе, яғни дұрыс болған жағдайда осылай жасыл жанып тұрады. Ал егер дұрыс жазбасаңыз, қызыл жанатын болады. Енді осы жерден создать аккаунт деген батырманы басамыз. Осы біздің көрсеткен телефон номерімізге код келеді. Соны енгізетін боламыз. Осы жерден тағы осындай батырма шығады. Осы жерге жасылды басамыз үстінен. Келесі мына жердегі жасыл батырманы басамыз. Қабылдау деген. Енді бізде аккаунт ашылды. Жаңадан тіркелдіңіз сіз iHeart сайтына. Енді осы жерге укажите имя дегенде осы жер толығымен толтырып шықсаңыз болады. Мына жерге есіміңізді жазасыз. Мысалы, мен өзім есімімді жазамын. Сохранить батырмасын басатын боламыз.
Енді сохранить етілді. Менде көріп тұрғандарыңыздай. Достар, енді осы iHerb сайтынан өзіңізге керекті өнімді қалай іздейміз? Осы жерге iHerb сайтына кірген кезде главный бөлімде жоғарғы жағында поиск на iHerb деп тұрады. Осы жерге керек заттарыңызды жазсаңыздар болады. Мысалға, витамин D3, K2 немесе детский болса, детский деп жазып іздеуге болады. Мысалға, былай іздеп көрсетейін сіздерге. Бұл ас қорытуға көмектесетін өнім. Осылай көріп шығасыздар, отзывтарын барлығын көрсеңіз болады. Мына жерде қандай сертификаттармен расталған барлығын көрсетіп тұр. Осылай толығымен қарап шықсаңыздар болады. Яғни жылдың 365 күнінде ішуге болады деген белгі. 100% оригинальный продукты, қалай жасалады, исполненді. Яғни бұл жерде срогы осы 2027 жылдың 10 айына дейін деп көрсетіліп тұр. Сатылған 3000 адамға сатылған, 30 күннің ішінде 3000 адамға сатылған деп көрсетіліп тұр. Қазақстаннан 10396 отзыв бар деп осылай көрсетіп қойған. Осыны басып көрсеңіздер болады. Төменгі жағына өтіп. Осылай басқа адамдардың отзывын оқып шықсаңыздар болады толығымен. Мына жерде осы өнімнің 30 капсуласын алуға болады, немесе 90 капсуласын алуға болады, және де 180 капсуласын алуға болады. Соған қарай капсуланың көбейгеніне байланысты бағалары да өсіп отырады. Соған мұқият қарап отыру керек. Егер сізге мысалға 30 штук керек болса, сразу 4000 алсаңыз болады, немесе 9000 деп кете береді. Осылай алуға болады. Баға бұл өнімнің 90 капсуласы керек, сондықтан 90 деп белгілеп қойдым. Келесі өзіңізге тағы басқа қандай өнім керек, соны таңдап корзинкаға саламыз. Және корзинкаға салуды көрсетейін осы жерден. Мысалға, сіз қандай да бір өнімді іздейсіз. Мысалға, сіздерге көрсетейін D3, K2 деп, витамин D3, K2. Бұл жерде көптеген витаминнің фирмалары бар. Әртүрлі, мысалға, Gold деген шығаратын фирма, және басқа да көптеген фирмалар бар шығаратын, соның барлығына қарап отырып алсаңыз болады. Бұл жерде бізде D3, K2 бұл өнімде өте жақсы. Бұның отзывтарына қарап, қанша адам алған, қалай әсер етеді, сізге аллергия тудыра ма немесе тудырмай ма, соның барлығына мұқият көз жеткізіп барып алуларыңыз керек. Және міндетті түрде, егер сіздер бұны жайдан жай іше салмайсыздар ғой, әрине доктордың несімен ішулеріңіз керек. Сіздің организміңізде D3, K2 жетіспегендіктен ішуге болады. Және басқа да бұл жерде тек витаминдер ғана емес, басқа да көптеген өнімдерді заказ беруге болады. Мысалға, қандай да осы D3, K2 біз мына жерде iHerb'тағы бағасы 8883 теңге. Ал егер осына басқа да бір iHerb'тағы сатушыларын, яғни Қазақстандағы сатушыларын алатын болсаңыз, ол жерде баға 12000, 10000 деп тұруы мүмкін. Немесе Каспийдан да көрсеңіз болады, салыстырмалы түрде бағасын. Бағасы неғұрлым 2000, 3000 теңгедей арзанырақ түседі iHerb'та. Сонымен қатар сіз iHerb'тан заказ берген кезде, қазір айтып өтетін боламын, промокодтарды енгізу арқылы 10% немесе 15% жеңілдік алсаңыз болады. Осы жерден өзіңізге керек өнімді таңдайсыз, және мына жердегі добавить деген батырманы бассаңыздар, сіздерге корзинкаға түседі. Мына жерден корзина деген батырманы басасыздар. Келесі тағы басқа өнім керек сізге. Соны таңдауға болады. Мына жерде төменгі жағындағы главная бөлімнің қасындағы каталог деген бар. Осы жерден каталогтан да басқа өнімдерді көрсеңіз болады. Және iHerb'та кейбір заттарға үнемі скидка болып жатады. 30% скидка, мысалға мына өнім 12656 теңге болып қазір скидка болып тұр. Бұрынғы бағасы 18000 болған. Сізге 30% скидкамен береді деген. Осы жерден өзіңізге керек өнімдерді тауып аласыз. Және өзіңізге керек өнімдерді тапқаннан кейін корзинкаға сақтап қоясыз. Мысалы, товары специи деген бар. Осы жерде осыған кірсеңіз болады. Бұл жерде де мысалға мынаны көрсетейін. Бұл чесночный порошок, яғни мына жерде байқасаңыздар,
Осы суретті көрсетемін. Мына жерде used organic деп тұр ғой. Бұл Американың, мысалға бізде сертификаттар болады, Қазақстанда КМБДБ сертификаты деген секілді, бұл жерде де органик, яғни 100% қолдан жасалған, яғни бұл нелерден өткен деген. Жүз пайыз органик өнімдер, міне осылай көруге болады. Осылай қарап алсаңыздар болады керек заттарыңызды. Куркума бар, специялардың көптеген түрлері бар бізде. Осы мына жерде көрсетілген өнімдерді осылай добавить етіп корзинкаңызға сала бересіз, өзіңізге керек өнімдерді. Келесі категория, төменгі жақ бөлігінде категория бөлімінде пищевые добавки деген бөлімдерден көрсеңіз болады, өзіңізге керек өнімдерді. Осы No деген фирманың өнімдері де өте жақсы болып келеді. Келесі біз корзина бөліміне өтейік. Сіз мысалға өзіңізге керек зат таңдадыңыз, сол өнімді заказ беру үшін корзинка бөліміне өтеміз. Корзина бөлімінде сақтап қойдыңыз мысалға керек өнімдерді. Мына жерде маған ол керек емес. Ол керек емес. Витамин А керек. Бұл витамин А біз көп ішеміз, яғни тұмау кезінде немесе басқа кездерде де витамин А жетіспейді, сондықтан осыны ішіп отырамыз. Мен сразу 2 штугын аламын. 1 штугының бағасын мысалға көрсетейін, 4682 теңге деп тұр. Екеуі 9000 теңге болады. Және мынау алып жатқан өнімім, осылай бассаңыздар, былай басқан кезде үстінен басқа да персик пен натуральный лимон, апельсин және ягоды деген түрлері бар. Осы түрлерін біреуін таңдап алсаңыз да болады. Бұл омега-3, яғни балықтың майы, балаларға арналған. Осыны аламын. Келесі бізде цинк. Сонымен қатар спрей, осы спрейді өте жақсы көремін. Бұл күшті көмектеседі. Осыны да аламын. Және келесі өнім бізде витамин D3, К2 және креатин. Енді осы төменгі жағындағы промокод деген жерге промокодты енгізетін боламыз. Егер сіздер мына жерге кіреміз, главное бөліміндегі осы жерде бонусы скидки деген бөлімге өтсеңіздер, скидки акция деген бөлім тұрады, сол жерден скидкаларды қолдансаңыз болады. Яғни осы жерде мысалға мына кодты қолдану арқылы сізге 15% скидка береді. Бірақ сіздерге мына осы өнімдердің ішінен алған жағдайда, мына жерде көрсетіліп тұр ғой, скидка 15 деп, осы өнімдердің ішінен алған жағдайда береді. Және келесі төменгі жағына өтіп қарасаңыз, бұл осы жердегі Трон деген және басқа да фирманың өнімдерін алған жағдайда 10% скидка береді. Яғни былай кіріп беруге болады. Бұны уақытын көрсетіп қойған 31.05.26 жылға дейін. Мына жерде скидка на второй продукты деп тұр, яғни екінші өнімді алған жағдайда 80% жеңілдік береді. Оны да қолдансаңыз болады. Бұл жерде бізге код керек емес деп қойған. Бұл жерде де сондай, екінші товарға 50% жеңілдік. Бұл жерде де код керек емес. Мына жерде тағы сондай. Скидка на первый заказ деген бар. Осы өнімді қолдану арқылы, егер сіздер бірінші рет осы iHerb сайтынан заказ беріп жатқан жағдайда, осы кодты қолдансаңыз 15% скидка береді. Осылай төменгі жағына дейін қарап шықсаңыздар болады. Егер сіз $120 көбірек заказ берсеңіз, 10% скидка береді. Осыны қолдануға да болады. Және
Сонымен қатар мен сіздерге қазір осы жерге көрсетіп қоямын промокодты. Менің промокодымды қолданған жағдайда сіз қай екінші заказ берсеңіз де, бірінші заказ берсеңіз де сізге 10% жеңілдік беретін болады. Бұл өте жақсы. Осы промокодты қолданыңыздар. Осы промокодпен 10% жеңілдік ала аласыздар. Корзина бөліміне өтемін. Осы жерге промокод дегенге жазатын боламын. Мен қазір бұл жерде бірінші рет заказ берейін деп тұрмын. Сондықтан маған 15% жеңілдік береді. Менде заказының 64 000 шығып тұр. Енді оформить заказ деген бөлімге өтемін. Оформить заказ етеміз. Бізде осындай батырма шығады. Енді осы жерден қалаңызды таңдайсыз. Сіз қай жерде тұрсыз, соны нақтылап алу қажет. Осы жерде мұқият болуларыңыз керек. Мысалы, мен Тараз қаласында тұрғандықтан нақты таңдап алатын боламын. Қай жерге келу керек, соның барлығын. Енді осы жерде мұқият қарап шықсаңыздар, егер сіздердің заказ беретін суммаларыңыз 25 000-нан асқан жағдайда, примерно 25 000-нан асқан жағдайда үйге дейін доставка тегін болады. Ол үшін осы место доставки деген бөлімнің оң жағында, кішкене оң жаққа қарай вибрация неге деп тұрады. Адрес доставки деп тұрады. Осы жерді таңдап шығасыз, толық жазасыз, қай жерде тұрасыз, соның барлығын көрсетулеріңіз керек. Сохранить, продолжить батырмасын басамыз. Келесі оплатаны белгілейтін боламыз. Сізге оплата қалай жасаған ыңғайлы, соны белгілейміз. Оплата карта дейміз. Картамен төлейміз, яғни осы жерде картаның адресін толық толтыратын боламыз. Мына жерге номер картаны жазамыз, срогын жазатын боламыз, қай уақытқа дейін жарамды. Және артындағы 3 сандық кодты жазамыз. Имя на карте дегенді де толығымен толтырамыз. Осы жерде толтыратын боламыз. Келесі бұл жерде иініңізді көрсетесіз, ол міндетті түрде иінді жазу керек болады. Иінді жазасыздар, номер удостоверения личности граждан деп тұрады. Жерге фамилияңызды жазасыздар. Сосын сохранить и продолжить деген батырманы басамыз. Доставканың уақытын көрсетіп тұр. 04:06 мен 08:06 осы уақыт аралығында маған келеді. Доставка бесплатно болады. Енді разместить заказ деген басамыз. Разместить заказ деген батырманы басамыз. Бізде осылай покупка жасалды. Осымен бізде iHerb-тан толық заказ беру көрсетілді. Келесі бізде осы заттардың келгенін, егер затыңыз 4 мен 8 аралығында келеді, немесе оған дейін келіп қоюы керек. Келген жағдайда сізге келетін күні телефон номеріңізге қоңырау шалады курьерлер, яғни жеткізуші адамдар. Үйдесіз ба, немесе басқа жердесіз ба деп соған мұқият болыңыздар. Телефонды аласыздар ғой, айтасыздар үйдемін немесе басқа жерде екендеріңізді, қай жерде екендеріңізді. Сосын сіздерге үйлеріңізге келген кезде олар осындай бір нелер болады, планшеттер болады, соған қол қоясыздар. Заттарды алдым деп. Солай затты сатып аламыз iHerb сайтынан.